Сәлеметсіздер ме? Мен Арғынбаева Ақбота Ғалымжанқызы, Алматы мемлекеттік бизнес колледжі өндірістік оқыту шебері. Бүгін мен сіздерге екінші курс білім алушылармен бірге аспаздық мамандығы бойынша салқын тағамдар мен басқалар атты тақырыпта тәжірибелік сабағымды ұсынамын. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты көкөністер мен ірімшіктерден орама дайындаудың техникасы мен әдістері. Сабағымызды бүгін бастасақ, құрметті студенттер, ең бірінші сабағымызды бастамас бұрын алдыңғы өткен сабағымыздың үй жұмысын қайталап өтсек. Бір-екі сұрақ қойсам, алдыңғы сабағымызда біз салқын тағамдар мен басқаларды өткенбіз. Салқын тағамдар мен басқалардың айырмашылығын атап өтсеңіз. Салқын тағамдар мен басқалардың негізгі айырмашылығы жоқ, себебі басқалар таңғы және түскі, кешкі астарда негізгі мәзірде болады. Толықтыра кетсем, салқын тағамдар мен басқалар тәбетті ашу үшін ыстық тағамның алдында ұсынылады. Өте тамаша. Және ең бастысы, сабағымызды тағы бастамас бұрын біз қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде аспаз болғаннан кейін міндетті түрде білуіміз керек. Және соны бір қайталап өтсек. Аспаз мамандығында сіздер білесіздер, өте ең бірінші бізде тазалық болып есептеледі. Қауіпсіздік ережелерін кім айтады? Ас әзірлейтін бөлмені терезені ашып желдендіріп аламыз. Ас әзірлейтін бөлме гигиеналық талаптарға сай болуы қажет. Және де ас әзірлейтін адамның үстінде арнайы форма мен бас киімі болуы қажет. Ол тазалықтың кепілі. Және де өзімізге керекті құрал саймандарды тазалап, жуып, дайындап аламыз. Ас әзірлейтін адам өзіне керекті азық-түлік өнімдердің сапасын және де азық-түлік өнімдердің сақтау мерзімін тексеріп аламыз. Ең басты аспазға қойылатын талап ол тазалық. Жақсы, рахмет. Алдыңғы тақырыпта біз салқын тағамдар мен басқаларды өткен болатынбыз. Сол тақырыбымызды бүгін кеңінен талқылап көрсек. Салқын тағамдарға бізде орамалар жатады. Біз ораманың 3 түрін жасайтын боламыз. Бүгін шпинаттан орама, қызылшадан орама және үшіншісі ірімшіктен орама. Ораманың бүгін 3 түрін жасап сіздерге көрсетемін. Көрсету әдістерін, тәсілдерін мен сіздерге бүгін барлығын көрсетуге тырысамын. Бүгінгі дайындалатын орамамызға қосылатын аскөктер мен ірімшіктердің азық-түліктеріне жеке-жеке тоқтала кетсек, мысалға бүгін біздің орамамызға қосылады шпинат, ірімшіктің 2 түрі қосылады, жұмыртқа, қызыл балық, тауықтың еті, қызылша. Осы азық-түліктер біздің орамаға бүгін қолданыламыз. Және осы азық-түліктердің құрамында қандай дәрумендер бар және адам ағзасына қандай пайдасы бар екенін сабақты толықтырып айта өтсеңіздер. Мен шпинат және де аскөк жайлы айта кететін болсам, шпинат көптеген дәрумендерге бай, яғни оның құрамында А, С және де Д дәрумендері бар. Сонымен қатар көміртектер, минералды тұздар және де майлармен қамтамасыз етілген. Ал аскөк жайлы толықтыра кететін болсам, аскөк көптеген хош иісті эфир майларымен, сонымен қатар минералды тұздар, клетчаткалар және де көміртектермен бай. Ірімшіктің құрамында B12 дәрумені кездеседі, яғни ол адам организміндегі энергиясын толтырып, жүрек тамыр ауруларының алдын алады. Ал енді жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасын айта кетсек, оның құрамында ақуыз, йод, фосфор элементтері бар. Ал енді қызылша жайлы айта өтсек, маған анам бала кезінде қызылшаны көп беретін, себебі оның құрамында А және де В дәрумендері бар. Сонымен қатар қызылша адамның қаны азайғанда көбеюіне көмектеседі, сонымен және де адамның бауырына әсері көп. Мен бала кезімнен қызыл балықты өте қатты жақсы көремін, себебі қызыл балықтың пайдасы өте көп. Пайдасынан келетін болсақ, оның көздің көру қабілетін арттырады және де қан құю функциясını реттейді. Тауық етінде адам ағзасына керекті дәрумендер өте көп. Олардың ішінде А, Б және Е дәрумендері бар. Олар көзге және иммундық жүйеге жақсы әсер етеді. Сонымен қатар тауық еті диеталық өнім. Тауық етінің кеудесін көбінесе диетадағы адамдарға жеуге кеңес беріледі. Рахмет, жұмысымызды бастайық. Және іске сәт. Жұмысымызды бастамас бұрын тазалық сақтау ретінде біз ең алдымен қолғабымызды
қолымызға киеміз. Біз бүгін ораманың 3 түрін дайындайтын боламыз. Шпинатты орама, ірімшіктен орама және қызылшадан орама. Орамалардың түстері әртүрлі болады. Қызылшадан жасалатын орама міндетті түрде қызыл түсті болады. Шпинаттан жасалатын орамамыз міндетті түрде жасыл түсті болады. Ірімшіктен жасалатын орамамыз міндетті түрде сары түсті болады. Сондықтан бүгін біз әртүрлі түсте орамаларды дайындайтын боламыз. Жұмысты бастау барысында сіздер өздеріңіз осы ораманы өздеріңіз дайындайтын боласыздар. Себебі көзбен көріп, қолмен ұстау барысында сіздер жұмыс барысында естеріңізде қалады. Болашақта аспаздық мамандығы бойынша біліктіліктеріңізді арттыру бойынша біз бүгінгі жұмысымызды бастаймыз. Бүгінгі жұмысымызды бастау барысында барлығымыз жұмысты бөліп алсақ, сымбатсыз міне шпинатты суық суға міндетті түрде жақсылап жуып аласыз. Айдана, сіз қызылшаны теркадан өткізесіз, ең ұсақ. Ірімшіктен жасалған орамамыз бізде дайын болды. Ең бірінші пешті қосып аламыз, қыздырамыз 180 градуста. Пешті қосып қыздырып аламыз. Сол уақыт аралығында біз міне ірімшіктен жасалған рулетті дайындадық. Бұның ішіне біз 300 грамм сметана 20%-дық қосамыз. Сыр қосамыз, 300 грамм, 3 жұмыртқа қосылады және 3 ас қасық ұн қосылады. Осы азық-түліктердің барлығын бір-біріне араластырамыз және осы араластырғаннан кейін осыны құямыз біркелкі қылып. Ірімшіктен жасалған ораманың ішіне салмасына тауықтың еті 250 грамм, майонез және кішкене ғана сарымсақ қосылады. Осының барлығын
қосып араластырамыз. Қазір ірімшіктен жасалған орама дайын болғаннан кейін ішіне салмасын салып орайтын боламыз. Келесі орамамыз біздің шпинаттан жасалған орама. Шпинаттан жасалған ораманы бірінші жасау үшін шпинатты міне жақсылап тазалап аламыз және суық суға жуып аламыз. Жуып болғаннан кейін оның үстіне міндетті түрде қайнаған суды құямыз. Міне барлық қайнаған суды құямыз. Қайнаған суды не үшін құямыз? Себебі шпинат бізде жұмсару үшін біріншіден, екіншіден ашты дәмін кетіру үшін. 5 минут шпинатты қайнаған суға салып қоямыз. Бұл шпинат 5 минут қайнаған суда тұрғанша, оға дейін біз шпинаттан жасалған ораманың ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге міне қызыл балық қосылады, 200 грамм. Міне алып, тақтайға қойып, міне турасаңыз болады. Шпинатымыз қайнаған суда 5 минут тұрды. Енді осы қайнаған суды барлығын төгіп тастаймыз. Міне рецепт бойынша шпинатпен 3 жұмыртқаны араластырып алдық. Блендерға 50 грамм сұйық майды құямыз. 3 ас қасық ұнды құямыз. Саламыз. Біздің екінші орамамыз, шпинаттан жасалған орамамыздың салмасы дайын болды. Енді сол салманы листке саламыз. Листке салмасы бұрын біз листке қағазды төсеп аламыз. Оның астына міндетті түрде сұйық май жағамыз. Себебі сұйық май жақпасақ, шпинаттан жасалған орамамыз жабысып қалады. Жабысып қалғаннан кейін ол оралмай орама болмайды. Міне листке салмамызды салып жатырмыз. Ыдыстың ішіндегі салманың барлығын тазалап саламыз. Енді осы салманы осындай тәсілмен бір келкі қып жайып шығамыз. Су сияқты ғой. Біздің үшінші орамамыз қызылшадан жасалған орама. Қызылшаның сыртын ашып, жуып, 400 грамм қызылшаны теркадан өткізіп, міне таразыға өлшеп аламыз. Қызылшадан жасалатын орамаға міне 3 жұмыртқа қосамыз. Міне жарып қоссаңыз болады. Осыны бір араластырып аламыз. Болды. Енді осыған 3 ас қасық ұнды қосамыз. 2, 3 ас қасық міне. Осыған 1 ас қасық крахмал қосамыз. Және жарты шай қасық тұз қосамыз. Тағы кішкене қосып жүрсеңіз. Дұрыс, өте дұрыс. Енді осыны бір келкаға араластырамыз. Ұн мен крахмал не болып қалмау үшін. Міне араластыра береміз. Міне жарты
грамм сұйық майын қосамыз. Өте дұрыс. Біркелкі қылып араластыра беріңіз. Міне біздің қызылшадан жасалған орамамыз біркелкі салма болып шықты. Осыны міндетті түрде қазір пеште пісіріп алатын боламыз. Осы салманы біркелкі қылып жайып шығамыз. Ірімшіктен жасалған орамамыз міне дайын болды. Пешіміз 180 градуста 5-10 минут қызды. Пешке салмай тұрып, біріншіден қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз. Қауіпсіздік ережелері бізде пеш қосылып тұрған кезде бірден ашуға болмайды, себебі көз жанарына қатты әсер етеді. Сондықтан бірінші ашып барып, 1 минуттан кейін, жарты минуттан кейін барып, ірімшіктен жасалған орамамызды салуға болады. Жарты минутымыз өтті. Міне, ірімшіктен жасалған орамамызды пешке саламыз. 180 градуста 20 минут піседі. Піскенін күтетін боламыз. Міне, екінші орамамыз, шпинаттан жасалған орамамызды тағы 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне, көрсеңіздер болады, піспеген түрін. Ірімшіктен жасалған орамамыздың ішіне салмасын саламыз. Ішіндегі салмасы бағана біз дайындап алған тауықтың етінен, төс етінен жасалды. Майонез, чеснок және аскөк қосылды. Міне осы салманы ірімшіктен жасалған орамаға ішіне біркелкі қылып жағып шығамыз. Ірімшіктен жасалған орамамыз дайын болды. Ішіне салмасын біркелкі қылып жағып шықтық. Енді осы ораманы біркелкі қылып асықпай ораймыз. Міне барлық жерін асықпай ораймыз. Міне орамамыз дайын болды. Енді осы ораманы өзінің қалпын сақтау үшін міндетті түрде орап қоямыз. Міне. Ірімшіктен жасалған орамамыз біріншісі дайын болды. Шпинаттан жасалған орамамыз дайын болды. Оның ішіне міне ертілген ірімшікті жақтық, бір қалыпта қылып. Енді оның ішіне міне қызыл балықты саламыз. Міне екінші орамамыз, шпинаттан жасалған орамамыз дайын болды. Бұны міндетті түрде тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған орамамызды кесіп әсемдейтін боламыз. Ас
дәмді болсын.